Қайырлы күн. Мен бүгін ет өсу процесін көрсететін боламын. Біз бүгін жылқының жілігін алдық. Иісі не деген аңқып тұр. Қазақпыз ғой, жылқының етін жемесек тұра алмаймыз. Енді мен қазір осы жіліктерін бәрін, сүйектерін бөлек, қара кесектерін бөлек алып қоямын. Бізде жас мал бұл. Етінің өзі жұмсақ болып тұр бұл жерде. Енді біз қазір қара кесегінен бастап осуды бастаймыз. Мен осылай бәрін жұқалап осамын. Қазір күн ыстық бізде. Күн ыстық болғаннан кейін сасып кетпес үшін осылай барынша жұқалап осамын. Мен осылай барынша жұқалап осамын. Сосын аздап тұз себем, бұрыш себем. Тұз сеуіп 1-2 сағат қоямын да, қан шыққаннан кейін қанын ағызып жайып қоямын. Кейін бөлек-бөлек пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямын. Қазір осының бәрін жақындаған кезде осының бәрін процестерін көрсететін боламын. Қара кесек етімізді осып болайын дедік. Мен мына қабырғадағы қара кесектің бәрін алдым. Мен қазір тықпаймын. Еттердің бәрін осып болдым. Енді қазір тұздау процесін көрсетемін. Енді мына бауырды мен бөлек пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямын. Енді қабырғаларымызды шауып пакетке салып қоямын. Қабырғамызды шаптық. Енді бұларды бөлек пакетке салып қоямыз. Бұларды тұздамаймын мен. Морозильникке салып қоямын. Енді мына ішек қарын, қарта, ішек осылардың бәрін тұз сумен әдемілеп тазалап жуамыз. 3-4 қайтара. Біз енді осылған етті тұздаймыз. Мен осылай аздап тұз қосам. Мен тұзы көптеу болғанды ұнатамын. Қазір тұздаған етіміздің ортасына чеснокты майдалап турап қосып жіберсеңіздер болады. Бірақ мен оны қанын ағызып жайып болғаннан кейін морозильникке салатын кезде әр осқан жеріне салып тастаймын. Қазір қанмен ақып кетеді. Сіздер де осылай аздап тұздап қойыңыздар. Қалауларыңызша себестер ғой тұзды. Тұзбен араластырып бұрыш сепсеңіздер де болады. Осылай тұздайсыздар. Енді қалауларыңызша тұзды көп болған қалайсыздар ма, аз болған қалайсыздар ма, енді өздеріңіз білесіздер. Бошты да сеуіп жіберсеңіздер болады. Біз етімізді тұздап болдық. Енді тұздаған етіміз 1-2 сағат тұрсын, қаны шығып, сосын жайып аламыз. Тұздалған етімізді осылай 1-2 сағатқа жайып қоямыз.
Біз етімізді жинап алдық, енді пакетке саламыз. Міне әр осқан етіміздің ортасына осындай чесногымызды салып қоямыз. Бөлек-бөлек пакетке салып, тоңазытқышқа саламыз. Сіздер де осылай менің әдісімен жасасаңыздар, еттің дәмі керемет болады, қазының керегі жоқ болады. Осылай ет тұздау процесін менің әдісімен пайдаланып көріңіздер. Ет процесі ұнаса, маған лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.